Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Дамира, сіздермен осындай шашылып пісетін, яғни рассыпчатый ристің рецептімен бөлісетін боламын. Күріштің жанына өстіп кез келген өзіңізге ұнайтын еттен немесе балықтан жасалатын салмасын салып берсеңіздер тіптен керемет болады. Достар, ондайша бастайық. Ең алдымен күрішті суы мөлдір болғанға дейін 5-7 рет тазалап жуу керек. Және де салқын суда. Кейін осындай ситаға салып, суы толықтай аққанға дейін жарты сағат көлемінде осылай қалдырамыз. Достар, күрішті алюминий ыдыста пісірмеңіздер, себебі ол ыдысқа жабысқалы мүмкін. Осындай табада пісірсеңіздер болады, асты қалың болуы керек. Енді кезекте ыдысымызға сары май саламыз, 1 ас қасық. Кейін 4-5 қасық сұйық май құямыз. Толықтай табамыздың беті жабылып тұру керек. Осылай өздеріңізге ұнаған кез келген күрішті таңдасаңыздар болады. Бұл жерде күріш емес, пісіру әдісі маңызды. Міне, майымыз қызды. Енді осының үстіне сәл кепкен күрішімізді саламыз. Барлығын жақсылап қуырамыз. Толықтай майға күріш тиюі қажет. 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Күрішті достар, орташа отта қуырамыз. Қуырып алғаннан кейін дәміне қарай тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін осылай тегістейміз. Кейін үстіне ыстық су, қайнаған ыстық су құямыз. Сол кезде осындай бүлкілдеген дауыстар шығады. Осылай көпіршікті шығады. Кейін бұл суымыз 1 сантиметрге сәл асып тұруы керек күріштен. Енді достар, күрішіміздің астын ең баяу отқа қоямыз. Қақпағын жауып 15 минут көлемінде пісіреміз. 15 минут өткеннен кейін оттың астын өшіріп, тағы да 2 минут қақпағын ашпай осылай қалдырамыз. Кейін міне уақыт өткеннен кейін ашамыз. Күрішіміз керемет болып шашыраңқы болып піседі. Міне, тамаша. Міне, шашыраңқы болып пісетін күрішіміз дайын болды. Ас болсын. Видеоны аяғына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және жақындарыңызбен осы рецептпен поделиться етіп отырыңыздар. Яғни бөлісіп, лайк басып, өз ойыңызды комментария жаза кетіңіздер.